Шөп шегу үшін басқа жігіттермен ақшаға жатып, жігіті еке сол тапқан табысына күндерін көреді. Сәлеметсіздер ме? Сіздермен Кинотайм каналы. Бүгін сіздерге Кэнди деген фильм жайлы айтып беретін боламын. Басты рөлдегі жап-жас Кэнди Уайт деген суретші қыз Дэн деген жігітпен танысады. Дэн оны өзінің шөп өмірмен таныстырып, оны жаман жолға итермелейді. Екеуі де ешқандай жерде жұмыс жасамайды, бірақ жұмыс істемесе де олар өздерінің Каспер деген танысынан қарызға үнемі ақша алып жүреді. Болмаса жігіт Кэндидің ата-анасынан мен қызы үшін сыйлық аламын деп өтірік алдап тағы да қарызға ақшала береді. Ал кейбір кезде олар бір бос жатқан үйлердің заттарын ұрлап, оларды сатқан ақшаға қайттан шөптерін шегіп, сол өмірлеріне мәз болып жүре береді. Күндердің бір күнінде олардың шөп шегуге ақшалары болмағаннан кейін, амалы жоқтан Кэнди өзінің әжесі берген жүзігін ломбардқа қоюға барады. Бірақ ломбард оған тек $20 ұсынады. Оған көнбеген Кэнди басқа жолын тауып, ломбардтағы кісімен бірге болып $50 ақша табады. Оған қарамастан бірнеше уақыттан кейін екеуі үйленіп, даже тойлары болған кезде олар шөптерін туалеттің ішінде бірінен кейін бірі қамалып шегіп алып, қуып жүреді. Дозасын көп қабылдап қойған Дэн диванның үстінде ұйықтап қалады. Сосын қыздың анасы сұраған кезде, қыз оған ол шампанскаяны көп ішіп қойды деп өтірік алдап жібереді. Сосын тойдан кейін Кэнди бордельдің ішінде жезөкше болып жұмыс жасайды. Тапқан ақшасын Дэнге береді. Ал Дэн болса ол ақшаға өзінің танысынан шөп алады. Бір күні Дэн парктың ішінде шөбін қабылдап алып, кешігіп барған кезде үйіне, оған Кэнди ұрсып бетінен бір-ақ ұрады. Сосын Кэнди өзінің жұмысына шағымданып, мен сасық жігіттермен жатқым келмейді деп, Дэнге өзінің гей досына хабарлас дейді. Бірақ Дэн болса, мен ауру жұқтырғым келмейді деп, оған қарсы болып, егер де қыз болса мейлі екен, ал жігіттермен мен болғым келмейді деп айтады. Бір күні таң атысымен олардың үйіне Фил деген риэлтор келіп, сендердің қарыздарың тым көп, уже бірнеше ай болды, ақшасын төлемедіңдер деп айтады. Сосын Кэнди оған шындықты айтып, өзінің жезөкше екенін, ал жігіті болса жұмыссыз екенін айтып түсіндіреді. Сөйтіп екі жас өздерінің Каспер деген химик профессорларына барып, Каспердің 1 сағаттың ішінде жаңадан ойлап шығарған дәрісін қолданып, Кэнди ұйықтап қалады. Сосын Дэн Касперден гей услугалар жайлы сұрай бастайды. Сөйтіп Каспер оған, сен оданша гейлардың жүретін паркіне бар, солардан сұрағаның дұрыс болады деп оған кеңес береді. Сосын Дэн келесі күні жаңағы паркке барып, туалеттің ішінде жабысып тұрған гейларды көреді. Сосын өтірік қолын жуғансып туалеттің ішіне кіріп, шыққан кезде далада тұрған машинаның ішіндегі портмонені ұрлап, үйіне барып, әдейі соның егесіне хабарласып, өзінің ішінде ақша бар екен деп ойлап, ұрлағандығын айтып, ұят болады деп өтірік алдап, саған қайтарып берем дейді. Жолға шыққан кезде ол ең алдымен банкке барады. Түрлері ұқсағаннан кейін банктың ішінде ол өтірік пин-кодымды ұмытып қалдым деп, жаңағы жігітке өтірік банктың атынан хабарласып, алдап-сұлдап пин-кодын сұрап алып, ішіндегі $70 шешіп, үйіне қуанып барады. Үйіне барса, әйелі көңіл күйсіз отыр екен. Не болды десе, аяғым ауыр дейді. Сөйтіп екеуі жаман нәрсенің барлығын қойып, баланы қалдыруға бел буады. Олар 4 күн әрең шыдап, қыз Касперге хабарласып, шөп алып беруін сұраған кезде, Дэн телефонды өшіріп қояды. Сол кезде қыздың нервтары қысылып, одан қан ағады. Ауруханада оларға баланы қазір туу керек екенін және де бірақ баланы аман алып қала алмайтындығын айтып ескертеді. Балаларын жоғалтқаннан кейін жастары бұрынғы әдеттеріне қайта көшеді. Сөйтіп бір күндері олар қаланың сыртынан үй алып, сол жаққа көшеміз дейді. Сол кезде үйлеріне Кэндидің ата-анасы келіп, қызына түскі асқа көмектесемін деп шешкен кезде, әлі күнге дейін мұз болып тұрған тауықтың етін көріп бірінші қызына айқайлайды. Сосын Дэнге барлығы сенің кесірінен деп ұрсып береді. Оны көтере алмаған қызы күйеуін қорғап, анасына қатты айқайлап ұрсады. Ол өзін Дэннің қасында еркін сезінетіндігін айтып түсіндіреді. Бірнеше уақыттан кейін Дэн әйтеуір бір уақытша жұмыс тауып, соны істеп жүреді. Бір күні үйіне қайтса, ол өз әйелін басқа көршісімен көріп қалады. Әйелі үйіне таңертең бірақ келеді. Сол кезде Дэн одан сен қайда болдың деп сұраған кезде, әйелі оған шаршап кеттім дейді. Сөйтіп Дэн қайттан ұйықтап кетеді. Ұйқыдан тұрса Дэн әйелін қабырғаға бір жаман сөздерді жазып тұрғанын көріп, оған мән бермей жұмысына кетіп қалады.
Жұмысынан кейін гүл алып қайтып келе жатса, қабырғада жаман сөздерді оқып, тағы да Касперге шөп сұрау үшін хабарласады. Сөйтіп таңертең Дэнге Кендидің әкесі хабарласып, Кенди жоғалып кетті деп, оны іздеуге шығады. Кенди есінен адасып, больницаға түсіп қалған кезде жақындары оған келеді. Бірақ Кенди уже күйеуімен сөйлескісі келмейді. Сөйтіп Дэн Каспердің үйіне келсе, шөпті көп қабылдап болғаннан кейін өліп қалған Касперді көреді. Арада бірнеше уақыт өтеді. Дэн бір ресторанда ыдыс жуушы болып жұмыс жасайды. Сөйтіп бір кезде оған Кенди келеді. Дэн оны көріп, сен жақсарып кетіпсің дейді. Кендидің сөзі бойынша, ол таза ауаның арқасында толық емделіп кетіпті. Екеуі шыдай алмай, бірінші көрген сәттегідей бір-біріне жабысып сүйіседі. Бірақ оған қарамастан Дэн оған уақытты қайтара алмаймыз, біздің болашағымыз жоқ деп айтады. Қыз оны қаламайтындығын түсініп, тыныш қана орнынан тұрып кетіп қалады. Осымен фильм бітті. Достар, фильм ұнаған болса лайк басып, подписка істеп кетіңіздер. Комментарийде өз ойларыңызбен бөлісіңіздер. Келесі видеода кездескенше.